Олжас Сейітов, бақыт жолы. Тұлға аралық және отбасылық проблемалар. Бұл тарауда біз ерлі-зайыптылар арасындағы, ата-аналар мен балалар арасындағы, сондай-ақ туыстар, әріптестер және достар арасындағы қарым-қатынаста туындайтын негізгі психологиялық проблемаларды қарастырамыз. Бұған дейін сыртқы жағдайларға байланысты жеке адамның мәселелерін қарастырдық. Біз оның комплекстерін, қорқыныштарын және тағы басқаларын қарастырған болатынбыз. Енді әрі қарай жүреміз. Мәселе адамның басқа адамдармен қарым-қатынасына қатысты болғанда, пейнхантер жұмысы одан сайын қиындай түседі. Өйткені енді сізде толық қауіпсіздік жүйесі бар бір адам емес, екеу не одан да көп адам болады. Сізге ерлі-зайыптылар келіп, некелерін сақтап қалуды сұраса, мұндай жағдайда еш зақым алмай қалу өте қиын. Сондықтан, ерлі-зайыптылармен жұмыс жасағанда бірнеше ережелерді есте сақтауыңыз керек. Біріншіден, ешқашан екеуімен бірге жұмыс істемеңіз. Егер екеуімен бірге сеанс өткізетін болсаңыз, бұл базардағы төбелеске, не сот процесіне, немесе бітпейтін мелодрамаға айналып кетеді. Бірге өткізілген сеанстар еш жақсы нәтиже әкелмейді. Сондықтан, әрқайсысымен бөлек жұмыс жасаңыз. Күйеуінің түпсанасын бір бөлек, әйелінің түпсанасын бір бөлек тазалаңыз. Практикамызда біз мұны одан да жеңілдетеміз. Мүдделер қайшылығы болмас үшін оларды әртүрлі мамандарға береміз. Екіншіден, ерлі-зайыптының бірінің екіншісі туралы айтқан сөздеріне бірден сене салмаңыз. Әйелі күйеуінің дүниедегі ең жауыз адам екенін айтады. Ал күйеуі келгенде, әйелі оның бейнесін қаншалықты бұрмалағанын түсініп таң қаласыз. Сіз өте ұқыпты, әдепті және адекватты адамды көресіз. Негізі бұл кәдімгі жайт. Бұрмалап тұрған әйелдің өзі емес, оның қауіпсіздік қызметі. Қауіпсіздік қызметі ер адамды ақымақ етеді. Ақырында әйелдің өзін де ақымақ етеді. Сонда сізге негізі өте әдемі және бақытты жұп келіп тұр. Бірақ әрқайсысы өз жары туралы қорқынышты нәрселер айтады. Үшіншіден, барлығы толықтай құпия түрінде сақталатынына әрі бейтараптыққа кепілдік беріңіз. Өкінішке орай, егер сіз әйел болсаңыз, әрі жеткілікті тәжірибеңіз болмаса, ерлерге қатысты өз негативті бейнелеріңіздің кесірінен күйеуіне қатысты көзқарасыңыз негативті болып, ал әйелдің өзіне қатысты оң көзқараста болуыңыз мүмкін. Бірақ бұл сіздің алғашқы теріс пікіріңіз болып табылады. Тағы ескертейін, толығымен бейтарап болуыңыз керек. Сіздің мақсатыңыз адамға өз жұбайымен күресте емес, қауіпсіздік қызметімен күресте жеңіске жетуге көмектесу. Сіз адамға қауіпсіздік қызметін жеңуге көмектесесіз. Ал содан соң, сіздің қатысуыңызсыз-ақ күйеуі де, әйелі де өздері отбасылық және тұрмыс тіршілікке қатысты мәселелерін шешеді. Төртіншіден, ең бастысы, проблема әрқашан сеансқа келген адамның өзінде екенін түсінуіңіз керек. Мұны есіңізде берік сақтап алыңыз. Дәлірек айтқанда, проблема сізге әуел баста жүгінген адамның өзінде. Сондықтан мынадай жағдайға дайын болыңыз. Сізге күйеуін депрессияға ұшыратқан жүйкесі жұқарған әйел келіп, бар проблема сандалбай күйеуінде екенін айтады. Егер эйфорияшыңызға бірден сенсеңіз, кеңес беруге асығатын тәжірибесіз психолог деңгейіне түсесіз. Жоқ, біз олай етпейміз. Өзгені араластырмай, одан алшақ болыңыз. Алдыңызда бірденесі түзу емес, жалғыз эйфорияшы тұр. Сондықтан, оның өзімен жұмыс істеңіз. Мысалы, егер әйел күйеуінің жұмыс істемейтін, жатып шер екенін айтып шағымданса,
онда күйеуінің жұмыс істемегенінің әйел үшін қандай астыртын пайдасы бар екенін анықтағаныңыз жөн. Бары осы ғана. Әдеттегі жан азабының жасырын көздерін табудың 5 кезеңі алгоритмі арқылы қандай себеппен әйел күйеуін сондай күйге жеткізетінін, яғни ұстанымын табуыңыз керек. Сонда кенет әйелдің күйеуі көп ақша тапқанынан қатты қорқатыны анықталады. Ол түп сана деңгейінде, егер күйеуі көп ақша тапса, басқа әйелге кетіп қалады деп ойлайды. Бұның артында оған алғаш рет опасыздық жасалғандағы жан азабы. Ал одан бұрын әкесінің басқа әйелге кетіп, анасымен ажырасқан кездегі жан жарасы тұрғанын табасыз. Осы жан жараларынан айырылса, әйел жұмыс істемейтін күйеуінен проблема көрмейтін болады. Ол күйеуіне қысым жасамай, қайта оған қолдау көрсете бастайды. Сонда күйеуі автоматты түрде шкаламен көтеріліп, жұмыс істемейтін сандалбай болуын қояды. Пейнхантинг фокусы неде екенін түсіндіңіз бе? Біз әйелімен жұмыс жасаймыз, ал бұдан күйеуі өзгереді. Біз анасымен жұмыс жасаймыз, бұдан баласы өзгереді. Қызметкермен жұмыс жасаймыз, нәтижесінде бастығы өзгереді. Әрекет етудің мұндай жолы түп санамен, терең жұмыс жасауды талап ететіндіктен, оны психологиядағы танымал әдістердің ішінен өте сирек кездестіресіз. Келесі заңдылықты есте сақтаңыз. Кез келген отбасылық проблеманың себебі екі жақтан туындайды. Егер проблема тек бір жақтан ғана болса, онда ол әрі қарай ушығып кетпес еді. Түсінесіз бе? Мысалы, егер әйел күйеуін басынып, бірақ күйеуі бұған қатысты ешбір реакция білдірмесе, ешқандай проблема да болмас еді. Ал егер күйеуі әлсіз болса, әрі балалық шақтағы өзіндік жан жаралары болса, міне, осы кезде нағыз проблема туындайды. Күйеуі жолы болмайтын біреуге айналады, ал әйелі қабаған иттей мінез танытады. Сонда байқағаныңыздай, бұл проблеманың екі себебі бар. Әлсіз күйеуі және үстемшіл әйелі. Осы жайлы мұқият ой жүгіртіңіз. Өйткені осы ойлар ерлі-зайыптылармен тиімді жұмыс жасауыңыз үшін сізге өте көп пайдасын тигізбек. Осы ойды бекіту үшін тағы бір мысал келтірейін. Күйеуінің балалық шағы ауыр болған. Ата-анасы ешқашан жылы сөздер айтпағандықтан, ол комплимент айту дегеннің не екенін білмейді. Оның жан жарасы жеткілікті түрде сүйіспеншілік көрмегені. Ал әйелі болса, керісінше, ата-анасы әрбір жақсы ісі үшін мақтап тұрған, ризашылық білдіріп отырған отбасында өскен. Ал егер осылай мақұлдау көрсетілмесе, онда оның әрекетінде бір нәрсе дұрыс болмады дегенді білдірген. Міне, енді екеуінің арасында болмашы нәрсе үшін проблема пайда болады. Олар әйелі 3 сағат жұмсап жаңа тағам дайындайды, ал сол тағамды жеген күйеуі бір рахметін айтпағандықтан ұрысып қалады. Демек, екеуінде де жан жарасы бар. Күйеуінде сүйіспеншіліктің жетіспеуі, әйелінде күші мен уақытын босқа жұмсауы. Сонымен, сіз кез келген отбасылық проблеманың екі қайнар көзі болатынын білдіңіз. Ал енді солардың тек біреуін ғана алып таста. Проблема толығымен жойылатынынан түсінуіңіз керек. Бұл жерде күйеуі не әйелі, сеансқа кім келетіні маңызды емес. Егер күйеуі келсе, оның жан жарасын алып тастайсыз. Сонда проблема жойылады. Яғни кикілжің болмайды. Ал кикілжің болмаса, әйелінің де жаны ауырмайтын болады. Нәтижесінде күйеуі бақытты болғандықтан, әйелі де бақытты болады. Байланысын түсіндіңіз бе? Ал егер әйелі келсе, оны жан жарасынан арылтасыз. Сонда проблема ұрыс-керіс болмайды, некелері нығаяды. Бұл теория сіз үшін жаңалық болса, абыржымаңыз. Уақыт өте келе, бұл идея түсінігіңізге мықтап бекей түседі. Ал енді отбасылық қарым-қатынаста
Кең таралған проблемаларды қарастырайық. Қызғаныш. Қызғаныш екі себептің қосындысы болып табылады. Жоғалтудан қорқыныш және өз-өзін төмен бағалау. Осы элементтерді алып тастау арқылы сіз адамды жақынына деген азапты қызғаныштан бірден арылтасыз. Мысалы, әйелі күйеуі тіпті қасында жатса да, оны қызғануы мүмкін. Оның ойынша, егер ол ұйықтап қалса, күйеуі тұрып, киініп алып, көңілдес бір әйелге кетіп қалады да, таңға жуық ештеңе болмағандай үйге келеді. Оның осы маза бермес ойларының түп тамырын табыңыз. Негізі бұның артында қандай да бір жоғалту тұрады. Ауыр тиген айырылысу, не кішкентай кезінде әкесінен айырылғаны. Осы жан азабын алып тастап, оның қызғанышын жартылай азайтасыз. Содан соң, өзге әйел оған қарағанда несімен асып түсуі мүмкін екенін сұраңыз. Сонда, негативті ұстанымдардан тұратын армия шығуы мүмкін. Мысалы, өзге әйелдің өзіне қарағанда сұлуырақ, пысығырақ, қызығырақ екенін және тағы басқаларын айтуы мүмкін. Әр ойының түп тамырын табыңыз. Түпкі оқиғалар әдетте мынадай. Анасы, көршінің қызы оған қарағанда ақылдырақ деп айтқан, немесе сыныбында жігіттер оған емес құрбысына көңіл бөлген, я болмаса, мұғалімі оның пысықтығы жетіспейтінін айтқан, және осыған ұқсас басқа да оқиғалар. Әр оқиғаны тазалаңыз. Сонда әйел өз-өзіне сенімді, сабырлы, әрі бақытты бола түседі. Ол өзгелер үшін мазасызданбайтын болады. Тіпті оған күйеуі біреумен жүріп жүргенін елестетіңіз деп айтсаңыз, ол сенімді түрде әрі күле, жүрсе жүрсін, қайда барады, бәрі бір қайтып келеді дейтін болады. Айырылысу. Егер адам айырылысудан қатты азап шегіп жатса, жоғалту жайлы 2-9 тарауында айтылғанға сай сеанс өткізіңіз. Адам қандай себеппен айырылысудан зардап шегіп жатқанын, не нәрсені орны толмас деп есептейтінін мұқият зерттеңіз. Әрине, егер бұл көмектеспей жатса, алдында болған оқиғаны іздеңіз. Ажырасу керек пе, әлде некені сақтап қалу керек пе? Бұл көпшілікке танымал тақырып. Әрі некесі ойран болғалы тұрған отбасыларын осы сұрақ қатты мазалайды. Пейн Хантер бұл мәселелерге қатысты толықтай бейтарап болуы керек. Ажырасуды масқара деп есептейтін Пейн Хантер эйфория шыны бақытқа жеткізбейді. Сондықтан отбасылық қарым-қатынасын жақсартуға еш көмектесе алмайды. Керісінше, жалғыздықта өмір сүретін Пейн Хантер бәрін ажырасуға бағыттайды. Ал сіз қол жеткізуіңіз керек мақсат эйфория шыны бақытты ету. Ажыраса ма жоқ па, мұны жағдай мен уақыт көрсетеді. Бұл шешімді эйфория шыға қалдырыңыз. Ажырасуға қатысты алгоритм қарапайым. Қарама-қарсы жағдай командасы жоғалту сезіміне қатысты қолданылатын командаға ұқсас. Күйеуіңізбен өмірді елестетіңіз. Күйеуіңізсіз өмірді елестетіңіз. Немесе әйеліңізбен өмірді елестетіңіз. Әйеліңізсіз өмірді елестетіңіз. Бұдан кейін өте көп негативті эмоция шығады. Күйеумен өмір жағында келесідей жан жаралары мен ұстанымдары болады. Бірінші реніш, және реніш. Екінші, опасыздық жасалады деп қорқу. Үшінші, ашу ыза. Төртінші, қысым сезінуі, еркіндіктің болмауы. Ал күйеусіз өмір жағында мынадай жан жарасы мен ұстанымдары болады. Бірінші, жалғыздықтан қорқу. Екінші, жоғалтудан азап шегу. Үшінші, күйеуіне аяушылық. Төртінші, күйеуінің алдында кінәлі сезіну. Бесінші, балаларына аяушылық. Алтыншы, қоғам алдында ұятқа қалу. Жетінші, ешкімге керек емес болудан қорқу. Сегізінші, күйеуі сес көрсетеді деп қорқу. Бірінші жағдайда аз пункт келтіргенімен, ең алғашқы пункт, яғни реніш, шексіз шыға береді. Міне,
Сіз эйфорияшының барлық негативті ұстанымдарын тазаладыңыз. Енді ол парасатты шешімді өзі қабылдауға дайын. Әйелі тек өзін ойламай, күйеуін, балаларын, тіпті ата-анасын ойлауы мүмкін. Ол негізі күйеуі идеалды адам екенін, тек кейбір қасиеттері оны қатты ренжіткенін түсінуі мүмкін. Осы реніштерінен арылып, сізбен сеанстардан кейін некесін сақтап қалуды, әрі қарай бақытты өмір сүруді шешуі мүмкін. Немесе керісінше, әйел күйеуімен өмірінің мәні жоқ екенін, ажырасса, бәріне жақсы болатынын түсінуі мүмкін. Бұл жағдайда ол күйеуімен ажырасып, балаларының психикасын күніге болып тұрған ұрыс-керістен қорғап қалады. Практикамда ажырасумен жұмыс жасаудың келесідей қарапайым сценарийін байқадым. Бірінші, егер әуел баста ерлі-зайыптылар арасында махаббат болған болса, онда реніштермен жұмыс жасау арқылы сол махаббатты қайта жандандыруға болады. Некенің қалпына келуі әбден мүмкін. Екінші, егер әуел баста ерлі-зайыптылар арасында махаббат болмаған болса, яғни ата-анасының айтуымен не бұрынғы жанға батқан жоғалтудан болған эмоционалдық соқырлықтың негізінде некеге тұрған болса, онда пейнхантингтен кейін ажырасудың орын алуы мүмкін. Әйелі бақытына ортақтасатын адамы ол емес екенін түсінеді. Үшінші, тіпті ерлі-зайыптылар әуел баста бірі-бірін сүймей қосылса да, некелерін сақтап қалуға болады. Тек екі жақты жұмыс жасау керек. Яғни әйелі ғана емес, күйеуі де пейнхантинг сеансынан өтіп, жан жараларынан арылғаны жөн. Өз-өзімен жұмыс жасаудан бір жақ қана бас тартса, ертелі-кеш мұндай неке құлдырайды. Байқағаныңыздай, бәрі де оптимисті әрі ақылға қонымды түрде болады. Пейнхантинг, егер ол дұрыс қолданылса, барлық некенің оңалмастай ойран болуына әкелмейді. Керісінше, біздің практикамызда тек 10% некелер ажырасқан, ал 90% отбасылар бақыттырақ болып нығая түскен. Балалар психологиялық проблемалары. Сізге бала психикасына қатысты проблемаға шағым айтып, уайымдайтын ата-аналар жиі жүгінетін болады. 3-5 жасар баланың өзінде проблемасы болуы мүмкін. Баламен пейнхантинг қолданып жұмыс жасау үшін сізді түсінуі, әрі сұрақтарыңызға қыңырлықсыз жауап беруі үшін кем дегенде оның жасы 8-де болуы тиіс. Алайда балалармен неғұрлым көп жұмыс жасалған сайын, соғұрлым мұның аса жақсы идея емес екенін түсінесіз. Неге бұлай дейміз? Өйткені, баланы шкаламен көтеру оп-оңай. Небәрі 40 минут ішінде бала тұйықталған күйінен шығып, көңілді де қуанышты болады. Бірақ кабинетіңізден шығып, ата-анасын көрген бойда қайтадан бұрынғы күйіне оралады. Сондықтан да байқаған боларсыз, әрқашан алдымен ата-анасын емдеу керек. Ата-анаға балалар әдетте кез келген проблемадан шығып, тез қалпына келетінін батыл түрде айтыңыз. Ал егер бала қандай да бір жарақатқа тіреле берсе, демек ол үнемі қандай да бір психологиялық қысымға ұшырап жатыр деген сөз. Ал бұл не балабақша тарапынан, не ата-ана тарапынан болады. Бала кішкентай кезінде ата-анасына, әсіресе анасына қатты жанашырлық танытады. Ал адамның өзгеге жаны ашығанда, сол адамның барлық эмоциясы мен ауруларын өз бойына сіңіреді. Осы орайда байқаған боларсыз. Бала анасы бір нәрседен эмоционалды қиналған кезде ауырып қалып жатады. Ал ата-анасы өз психологиялық проблемаларынан арылғанда, бала да тыныш, бақытты әрі сау болады. Негізі қарым-қатынас, отбасылық проблемалар және бала тәрбиесі жайлы тақырыптың ауқымы өте кең әрі көп қырлы. Олардың барлығын осы кітапта қарастырып өту мүмкін емес. Сондықтан келесі кітабым осы тақырыпқа арналмақ. Бұл еңбегімде барынша толыққанды мәлімет беріп, сол проблемалардың мәнісін анығырақ түсіндіремін.